Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Сіздерді оқу сауаттылығының 13-ші сабағында көргеніме қуаныштымын. Біздің бүгінгі сабағымыз өткендегі 12-ші сабақтың жалғасы іспеттес. Ол кезде біз қазақ тіліндегі стиль түрлерімен таныссақ, біз енді солардың кейбір түрлерімен, стильдің ішіндегі тақырыпшаларменен кеңірек талқыласамыз. Демек, бүгін біздің 13-ші сабағымыздың тақырыбы мәтін үлгісі. Мәтін қай үлгіде жазылған? Осыны табуымыз керек. Енді мен мәтінді оқып шығайын. Бүгінде әлем 4-ші өнеркәсіптік революция дәуіріне, технологиялық, экономикалық және әлеуметтік салалардағы терең және қарқынды өзгерістер кезеңіне қадам басып келеді. Жаңа технологиялық қалып біздің қалай жұмыс істейтіндігімізді, азаматтық құқықтарымызды қалай іске асыратынымызды, балаларымызды қалай тәрбиелейтіндігімізді түбегейлі өзгертуде. Біз жаһандық өзгерістер мен сын қатерлерге дайын болу қажеттігін ескеріп, Қазақстан 2050 даму стратегиясын қабылдадық. Алдымыздағы озық дамыған 30 елдің қатарына кіру мақсатын қойдық. 100 нақты қадам ұлт жоспары жүзеге асырылуда. Оның 60 қадамы қазірдің өзінде орындалып қойды. Қалғандары негізінен ұзақ мерзімге арналған және жоспарлы түрде іске асырылуда. Өткен жылы Қазақстанның 3-ші жаңғыруы бастау алды. Мәтін қай үлгіде жазылған? Жарнама, мақала, хат, бұйрық. Ең біріншіден сіздерге сұрақ, мәтін қай стильде жазылған? Мәтін публицистикалық стильде жазылған. Яғни газет, журнал тілімен жазылған. Енді осы жерде газет, журналға жазылатын, немесе басқа стильде қолданылатын болсын, мынадай анықтамалар сіздерге бүгін танысуға ұсынылады. Жарнама белгілі бір зат пен құбылысты, іс-әрекет пен қызметті елге таныту, насихаттау, оларға деген сұранысты күшейту мақсатымен жарияланған хабарламалар жинағы. Жарнама, реклама деп атырмыз. Мақала қоғамдық әлеуметтік мәселелер туралы жазылған публицистикалық жанрдағы шығарма, жаңағы біздің шығармамыз. Хат деп белгілі бір адамның екінші адамға, немесе мекемеге, қоғамға, бірлестікке жазған жеке туындысы. Бұйрық бұл тек қана басшының тарапынан жасалынатын, кәсіпорынның негізгі қызметін реттейтін құқықтық акт, күші, заңдық күші бар акт. Келесі мәтін қай үлгіде жазылған? Ертегі, мақала, аңыз, эссе. Бірде ай өзіне көйлек тіктіріп алмақ болыпты. Тігінші айдың бой тұрғын өлшеп алады да көйлекті пішіп тігуге кіріседі. Уәделескен шағында ай көйлегін алуға келсе, көйлегі әрі тар, әрі қысқа болып шығыпты. Мен қателескен екем дейді тігінші. Сөйтіп көйлекті қайта пішіп, қайта тіге бастайды. Уәделескен мерзімі жақындап, ай көйлегін алуға тігіншіге тағы келеді. Бұл жолы да көйлегі шақ келмей қысқа болып қалыпты. Тағы да дұрыс өлшемеген екем ғой дейді, айдың толса беретініне түсінбеген тігінші. Сонымен қайта өлшеп, қайта пішіп, қайтадан тігуге кіріседі. Ай тағы да көйлегін алуға келе жатады. Тігінші киіз үйдің түңдігінен асқанда келе жатқан топ-толық өзі тіккен көйлектен 2 есе үлкен айды көреді. Не істерін білмей сасқалақтап, тігінші басы ауған жаққа қаша жөнеледі. Ай әрі іздеп, бері іздеп тігіншіні таба алмай қалады. Сол себепті ай көйлексіз жалаңаш қалыпты. Ал мәтін қай үлгіде жазылыпты? Ертегі үлгісінде жазылыпты. Ал енді ертегі дегеніміз не? Барлығына тоқталып өтеміз. Ертегі шындыққа бағытталмайтын, халық прозасының дамыған, көркемделген түрі. Демек, бұл жерде қиял ғажайып элементтері өте көп болады. Халықтың қиялынан туған дүние. Мақала қоғамдық әлеуметтік мәселелер туралы жазылған публицистикалық жанрдағы шығарма. Аңыз
біз аңызбен өткен жолы өткен сабағымызда таныстық, Қорқыт ата туралы. Бұл тарихта болған адамдар жайлы, бірақ халық өз жадынан көптеген дүниелер қосқан көркем әңгіме. Ессе, ғылыми емес, автордың жеке көзқарасы мен ішкі ойын білдіретін прозалық мәтін. Есте жазасыздар, балалар? Сол кезде сіз белгілі бір тақырып төңірегінде өз жеке көзқарасыңызды жазасыз. Әңгіме, оқиғаны қара сөзбен баяндайтын шағын көркем шығарма жанры екен. Мәтін үлгісі ессе ме, әңгіме ме, ертегі ме, аңыз ба? Сонымен танысып көрейік. Тағы да бір халқына бақытты өмір іздеп дүние кезген атамыз Асан Қайғы туралы мәтін. Асан Қайғы желмаяға мініп жиған кезіп, жерүйік дейтін ну орманды, көкорай шалғынды, сулы жер, қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын қоныс іздейді. Елді сол жерге қоныстандырсын деп арман етеді. Жүрген жерінде жақсы қонысқа да, жаман қонысқа да баға беріп отырады. Түркістанның қасында ескі Қорған қала Сауранды көргенде, әттеген-ай, Қорғанды-ай, тақырдың бетіне Шөлстанның өтіне салған екен. Сарқырап аққан суы жоқ, жайқалып тұрған нуы жоқ, түбі тұрақты қала бола алмас деген екен. Асан Қайғы Маңғыстауға 3 барып 3 қайтыпты. Асанның 2 баласы Маңғыстау малға жайлы қоныс болалар ма дегенде Асан Қайғы түбінде мал баққан шаруаға Маңғыстаудан жақсы жер болмас депті. Жетісуды көргенде, мына Жетісудың ағашының басы сайын жеміс екен, шаруаға жақсы қоныс екен депті. Баянауыл тауын көргенде, баянға жаймай қой семірмес деп Асан қазіргі Баянауылды өзіне жайлау етіпті. Қаратал өзенінің өлкесін көргенде, ей, сарқырап аққан Қаратал, арттың кең, алдың тарау депті. Өйткені бұл өзен құмға сіңіп жатады екен. Осы күнгі Меркі ауданындағы Аспараны көргенде, ей Аспара, көршіңмен тату бол, шөбіңе суың жетер деп жүріп кетіпті. Шу өлкесін көргенде, ей Шу, атыңды теріс қойыпты, тегінде бір шулағаның болмаса, ну қамысың еліңді жұтқа бермес депті. Шудың аяғында Сарысу елі шөп жимай, шудың қамысын қыстап, жаз арқаны жайлайды екен. Әулие атаның қазіргі Тараз қаласы, шығысында аққан Талас, батысынан аққан Келес дейтін өзендерді көргенде малға жайлы екенін біліп, ей, 2 Талас, 1 Келес, малсыз күнің кеңелмес, жері де жайылған малға жұт болмас деген екен. Жуалы жеріндегі Ауан дейтін қара топырақты егістік аймақты көргенде, шөбің семіз, қарың мол, топырағың май екен, қадіріңді егін салған ел білер депті. Ал мәтін қай үлгіде жазылған? Асан Қайғы бабамыз тарихта болған адам, желмаясымен желіп жүріп, еліне жақсы қоныс іздегені де мәлім. Сол себепті бұл мәтін үлгісі аңыз түрінде жазылған екен. Жаңа тоқталып өткен дүниелеріміз ертегі дегенне, мақала, аңыз, ессе, әңгіме туралы. Енді мына мәтінді көрейік. Мәтіннің мазмұнына қай үлгіде құрылған? Сонау көне заманда бүгінгі қазақ елінің төрінде, ерген екен елінде ай мүйізді, аққу қанатты қос пырақ өмір сүріпті. Сол қос пырақты бүгінгі қазақтың, кешегі көк түріктің, ертедегі ғұн мен сақтың ата-бабалары алғаш рет ауыздықтап жанына серік етіпті. Сөйтіп ат ердің қанаты деп, желдей жүйрік тұлпар мінген, тұлпар емес-ау, пырақ мінген ерлердің рухы биіктеп, бойларына желік бітіпті. Сонымен олар ұшса қайыспас қанат, ұмсылса қайрылмас қару болып, жер дүниені кезіп шарлапты. Бергеннің қолынан, бермегеннің жолынан деп елмен жерді жаулапты.
Шығыста сонау Амурдан, батыстан сонау Дунайға, тіпті Римге дейін сайлауыпты. Бірақ бір уақыттарда ел аралаған сыншы болар дегендей ерлер есін жиыпты. Өзге елдің ерге құт болмайтынын біліп, отан оттан да ыстық, өз елім өлең төсегім деп, ерген екен еліне қайтып оралыпты. Ал бұл мәтін қандай үлгіде жазылған? Бұл мәтіннің қандай үлгіде жазылғанын мінекей мынау ерекшеліктерді оқып отырып көрейік. Қисса араб тілінде әңгіме, аңыз деген мағынаны береді. Ауыз әдебиетіне тән эпикалық жанр, сюжетті жыр, дастан, кітаби эпос. Ертегі шындыққа бағытталмайтын халық прозасының дамыған, көркемделген түрі. Өткенде көрдіңіздер. Аңыз тарихта болған адамдар жайлы айтылған көркем әңгіме. Дастан әдебиеттегі эпикалық жанр, сюжетті ұзақ жыр. Біздің жаңағы оқығанымыз қисса менен дастанға келмейді. Ол екеуі себебі де жыр түрінде келеді. Бұл бізде аңыз түрінде жазылған екен. Енді мына мәтін қандай үлгіде жазылған? Енді Мұхтар Тоқтар аға, ғарышқа ұшар алдында қандай көңіл күйде болдыңыз? Елден тым алыста жүргендіктен шығар, маған ғарышқа ұшудан басқа нәрсе қатты әсер етті. Ол көп нүкте. Ет асылып, халық жиналып, 93 жастағы ақсақалдың бата беруі бәрі ерекше көңіл күйге бөледі. Мұнда соншалықты кіршіксіз шынайы дәстүр әлемде жоқ дер едім. Ғарыштан аман есен оралып, сол сапар туралы елбасына қазақша баянат жасапсыз. Менің ана тілімнен тәжірибем өте аз, соған қарамастан намыстанып, бүкіл ой-санамды тек қазақша жеткізуге бағыттадым. Қазақстанның тұңғыш президентіне тұңғыш ғарышкері осылайша тіл қатқан. Мені қазақша сөйле деп ешкім күштеген жоқ, өзімнің жүрек қалауым солай болды. Қазақтың алғаш ғарышкері Тоқтар Әубәкіровпен болған бұл сұхбат. Сұхбат, тілші сұхбат алып отыр, сұрақ қойып отыр, Тоқтар аға оған жауап беріп отыр. Қандай әсерлі сұхбат. Тоқтар ағаға, Тоқтар Әубәкіровтің өмір жолын қарап отырсаңыздар, ол кісі өмір бойы Ресейде тұрған, Москвада тұрған, оқыған, тілі де, ойлауы да барлығы орысша қалыптасқан азамат. Бірақ Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер, келгеннен кейін оған ғарыштан да жүргеннен де бөлек әсер еткен нәрсе ол елінің пейілі. Ет асылып, халық жиналып, бата беру барлығы ерекше көңіл күйге бөледі дейді. Бұндай шынайы дәстүр жер жүзінде басқа халықта жоқ дейді. Өте әсерлі, менің өзім қатты әсерленіп кеттім қазір. Және де осының бәрі әсер етіп, өмір бойы орысша ойлап, орысша сөйлеп жүрген ағамыз қазақ елінің президентіне, Назарбаевқа рапортты қазақша бергендігін айтады. Мен қатты намыстанып, мені қазақша сөйле деп ешкім үгіттеген жоқ, мен бірақ жүрек қалауыммен осылай қазақша сөйледім деп тамаша бір сұхбат берген екен. Сұхбат дегеніміз не? Нақты пікірін білу үшін немесе қандай да бір мәлімет алу үшін қойылатын сұрақ түрі. Оған жауап та осы сұхбаттың элементіне кіреді. Мақала, бағана айтылып кетті, қоғамдық әлеуметтік мәселелер туралы жазылған публицистикалық жанрдағы шығарма. Очерк, шынайы адамдармен шынайы өмір суреттелетін көркем әдеби әрі деректі шығарма. Түсіндіруге болады, документальный фильм деп атады ғой. Осы документальный фильмдің, документальный деректі фильмдердің желісі осы очерк бойынша алынады. Хат туралы айттық, белгілі бір адамның екінші біреуге жазған жеке туындысы. Ал құрметті оқушылар, сонымен бүгінгі 13-ші сабағымызды аяқтадық. Біз мұнда мәтіннің түрлерін айтып өттік. Қандай салаға жатады, қандай стильге жатады, қандай сипатта жазылғанымен таныстық. Сау, саламат болыңыздар.